Сәлем қыздар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма подписация етіп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен сіздердің міндетті түрде лайк комментарийларыңызды қарайтын боламын. Ал енді мен сіздерге обещать еткенде ана мен балаға қажетті кремдерді, олардың артықшылықтарын, кемшіліктерін айтатын боламын. Ал кеттік, видеоны бірге қарайық. Ал қыздар, біз кремдер, мыло, масло туралы сіздермен әңгіме қозғайтын боламыз. Оның ішіне бірінші влажный салфетканы айтып кетейін. Влажный салфетка мен 2 асандықын алған болатынмын. Бұны гипоаллергенный деп мақтағасын, осыны алдым. Негізі ыдыстары жақсы. Сіздер қандай влажный салфетканы қолданасыздар? Аллергия төмен, гипоаллергенный болып келетін, соны тоже комментария жазып кетіңіз, мен де біліп жүрейін. Может, бюджетный варианттар бар шығар. Келесі бұл дейтін нуктың пустышкасы. Бұны енді әлі қолданбағасын білмеймін. Если сіздер тоже біліп жатсаңыздар, айтарсыздар. Негізі бипстікін мақтайды көбісі, бірақ көрген жоқпын оны. Келесі айтатын зат, қыздар, бұл коликті азайтатын бутылка, антиколик, Philips фирмасынікі. Біліп, естіп жүрген шығарсыздар. Бұны негізі көрдім сестренкілерінен. Өте жақсы деп мақтаған болатын. Мамашалары. Тоже көретін боламыз. Негізгі балаларға пустышка, соска дегенді 6 айдан кейін барып беру керек. Оған дейін бермеулеріңіз абзал. Лучше баланы ана сүтімен қоректендірген жақсы. Енді, конечно, гормондарға байланысты сүт бөлінбеген жағдайда, онда амалсыз қолданамыз. Келесі ол бізде крем, детский крем. Бұны үлкен адамдарға да қолданса болады. Сибирский здоровье фирмасынікі, білетін шығарсыздар. Бұның составына пантенол бар. Басқа арзан кремдерге қарағанда осыны алсаңыз тиімдірек. Өйткені маған көп совет берген болатын осы крем туралы. Мен сіздерге де совет берем. Басқа арзан кремдерге қарағанда толтырып оларды алғанша осыны бір жола бір алғаныңыз жақсы. Зато жарты жылға, бір жылға дейін жетеді. Так, келесі қыздар, мынау Бипантен. Бәрінің жақсы көретіні аптеканікі. Текспантенол составы. Мазь балаға 5%. Баланы көтені қызарғанда жағамыз, білесіздер. Бұның артықшылығы өте көп. Бұл, мысалы, денеңіз күйіп қалған кезде де жақсаңыздар болады. Үсіп қалған кезде де, ерніңіз жарылып кетіп, қайта-қайта трещина болған кездерде қолдансаңыз болады. Осындай артықшылықтармен Бипантен жақсы. Келесі қыздар, бұл бізде Биоланың кремі, яғни бұл үрпі басына арналған крем болып саналады. Яғни үрпі басы жарылған кезде, трещина болған кезде, қанаған кезде осы кремді жақсаңыздар болады. Бұл кремнің бір артықшылығы, бұны білетін шығарсың, Пуреланың аналогы. Артықшылығы бұны дейтін кремді жағып, баланы емзей берсеңіз болады. Немесе сіз орнына бұны дейтін шығын ретінде көрсеңіз, нені Бипантенді қолдансаңыз болады. Бипантен тек қана оны қайта-қайта жуып отыру керексіз, яғни бұны баланың ішіне кетпеуі қажет. Ал бұл Биолан, Пурелан, бұлар ештеңе етпейді. Бала жеп қойса да ештеңе етпейді. Бұны тек қана емшек ұшына ғана емес, сонымен қатар жарылған кездерде қолдансаңыз болады. Например, ерніңіз жарылады, құрғайды, сол кездерде қолдансаңыз болады. Келесі ол Биоланың гель және шампунь 2 в 1 алған болатынмын. Яғни бұл жаңағы Франция компаниясынікі Биоланың барлығы. Бұлар гипоаллергенный, чем мысалы ушастиняне, басқасынан қарағанда осылар жақсы. Бір жағынан ұзаққа жетеді, 1 жылдан астам уақытқа дейін жетеді. Бұларды мен сумка роддомға, мынандай шағын ыдыстарға, футлярға құйып алған болатынмын. Сонымен қатар твердый мылосы Биоланың. Иістері өте күшті бұлардың прям. Бұны мен киім жууға, баланы сумка роддомға киімден жуып өтектеп қойған болатынмын. Сонымен қатар баланы да шомылдыруға болады. Бұл тек қана гель балаға ғана емес, сонымен қатар өздеріңізді шомылсаңыздар болады. Бұл с рождения қолданылатын гель болып саналады. Келесі ол масло. Маслоны айтсам, бұл тек қана балаға емес, сонымен қатар өзіңізге де қолдансаңыз болады. Миндальный масло. Өзіңізге дегенде, яғни ішіңізде растяжка шықпау үшін, мысалы 20 аптадан бастап қолдансаңыз болады.
Сонымен қатар аралықтың жыртылмауы үшін аралыққа жауғызсаңыз болады. Ал балаға бұл терісіне массаж жасағанда немесе терісі құрғаған кезде жақсаңыз болады. Қыздар, менің видеом сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Және де өздеріңіздің білетін жақсы кремдеріңіз, майларыңыз, порошок, сабын, любой хоз товар болсын, памперс, хаггис болсын, бәрін комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұны жалғыз мен ғана емес, басқа да аналар қарайтын болады, оқитын болады. Өздеріңіздің білімдеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.